Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгін 5-ші сыныптардың отбасындағы дәстүр мен мерекелер, мектеп өмірі, әдепті бала, арлы бала бөлімдері бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Бірінші нұсқа. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогқа қатысу. Бағалау критерийі: мәтіннің мазмұнын түсінеді, нақты ақпаратты анықтайды. Шағын диалогке қатысу арқылы сұрақты түсінгендігін көрсетеді. Ал енді бірінші тапсырма. Мәтінді 2 рет мұқият тыңдап, кестедегі ақпараттардың дұрыс немесе бұрыс екенін анықтаңыз. Қазақ отбасындағы өте ертеден келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі бата беру. Бата тілі көркем, ізгі тілек түрінде айтылатын қысқа әрі мәні терең сөз. Батаның тәрбиелік маңызы өте үлкен. Бата берудің өз жолы, дәстүрі, рәсімдері бар. Дастархан басында түрлі ойын тойда, отбасы мерекелерінде, тұсаукесер, тілашар кезінде жастар қолы жайып үлкендерден бата сұрайды. Батаны кез келген адам бермейді. Батаны көпті көрген ақсақалдар мен дана әжелер береді. Батаның түрлері бар. Ас батасы: асты үстелге әкелгенде немесе ас ішіп болған соң берілетін бата. Ас батасы: ас ішкен сайын беріледі. Рамазан батасы: 3 күнгі ораза айтта айтылған ізгі тілек, жақсы ниет. Жол батасы: ұзақ жолға шыққанда беріледі. Жолға шығарда үй иесі көршілерге, туыстарға тамақ беріп, үлкен ақсақалдардан бата алады. Тілек бата: үлкендер жастарға риза болғанда реті келген жерде қолын жайып беретін батаның түрі. Қазақтар сөз өнерін өте жоғары бағалаған. Бата адамға күш береді, жолын ашады, жаман күштерден сақтайды деп сенген. Ал енді тапсырмаға көшеміз. Бата беру қазақ отбасындағы көне дәстүрдің бірі. Бұл дұрыс. Батаны кез келген адам береді. Дұрыс емес. Бата берудің өз жолы бар. Дұрыс. Бата ізгі тілек. Дұрыс. Рамазан батасы айт мерекесіне беріледі. Дұрыс. Мәтіндегі бата түрлерін шеңбер ішіне орналастырыңыз. Біріншісі ас батасы, екіншісі Рамазан батасы, үшіншісі жол батасы, төртіншісі бұл бізде тілек бата. Келесі тапсырма. Берілген тақырыптардың біреуін таңдап, шағын диалогқа түсіңіз. Мен бұл жерде сүйікті пәндерім деген тақырыпты таңдадым. Сәлем Құралай, қалың қалай? Сен қандай пәндерді жақсы көресің? Мен қазақ тілі мен әдебиеті, музыка, дене шынықтыру пәндері ұнайды. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін несімен қызықтырады? Қазақ халқының ақын жазушыларының өмір баянын оқыған ұнайды, және де шығармаларын көп оқимын. Абай, сен қандай пәнді сүйіп оқисың? Мен тарих пәнін оқыған ұнайды. Дүниежүзі халықтарының өмір тарихын оқып танысасың. Олардың салт дәстүрлері, әдеп ғұрыптарымен танысасың. Өте қызықты пән мен үшін. Құрметті оқушылар, бағалау критерийі 10 балмен есептелінеді. Егер сіздерге ақпарат ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.